Құрметті тыңдаушылар, бүгін біз көру қабілеті бұзылған балалардың психофизикалық ерекшеліктері және ерекше білім беруге қажеттіліктері тақырыбында дәрісімізді бастаймыз. Жалпы нашар көретін балалар санатының көру өткірлігі көзілдірікпен түзете отырып, жақсы көретін көзде 0,05 және 0,4% аралығында болады. Бұл балалар тобының көрмейтін балалардан басты айырмашылығы көру өткірлігінің ауыр төмендеуі болса да, көру талдағышы қоршаған әлем туралы ақпаратты қабылдаудың негізгі көзі және оқу процесінде, оның ішінде оқу мен жазуда жетекші болып қалады. Бұл балалар көруі төмен немесе нашар көру мен қалыпты көру аралығындағы, яғни көру өткірлігін түзете отырып, жақсы көретін көзде 0,5 пен 0,8 аралығындағы көрсеткішті қамтиды. Қызметтік бұзылыстары бар балалардың көп бөлігін амблиопия мен қылилығы бар балалар құрайды. Көру талдағышының зақымдану ауырлығы мен сипаты барлық сенсорлық жүйесінің дамуына әсер етеді. Қоршаған ортаны танудың басты жолдарын, сыртқы әлемді қабылдау толықтығы мен нақтылығын анықтайды. Көру қабілетінің бұзылысы сезіну, қабылдау, елестету және сондай сияқты бірқатар психикалық процестердің дамуына кері әсер ететін екінші қызметтік ауытқуларды тудырады. Мәселен, көру аумағын тарылту, көру өткірлігін төмендету және тағы басқа да белгілер пайда болады. Қалыпты көретін баланың іс-әрекеті айналадағылардың әрекетіне еліктеуге сүйенеді. Ал көрмейтін бала арнайы ұйымдастырылған оқытусыз өздігінен бағытталған әрекетті, қоршаған заттар мен олардың әрекетін мүлдем немесе толық елестете алмау, бұрмалап елестету салдарынан меңгеруге қабілетті емес. Көру қабілетінің бұзылысы тұлғаның жеке құрылымдық компоненттеріне әсер ететіні сөзсіз. Олардың орнын толтыру, психиканы қайта құру және жаңа өмірлік жағдайларға бейімделу процесі ретінде қарастырылады. Көрмейтін және нашар көретін балалардың ойын, танымдық және басқа әрекет түрлерінде түзету мен орнын толтыру, педагогикалық және психологиялық ықпал етудің әдістері мен тәсілдері, формаларының жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Оларды білу тек жеке мамандарға қажетті шарт емес. Сондай-ақ бұл санаттағы балалармен жұмыс істейтін барлық адамдардың білгені дұрыс. Сезімдік тәжірибедегі кемшіліктердің орнын толтыру тек сақталған сезім мүшелерін белсенді іске қосқан жағдайда ғана мүмкін болады. Көру сезімі мен қабылдауының толық немесе жартылай түсіп қалуына байланысты сыртқы әсерлердің қысқаруы зейіннің дамуына кедергі жасайды. Қабылдауда тікелей қызығушылықты туғызатын объектілер аумағы қысқарады. Бұл зейіннің көлемін, тұрақтылығын және басқа қасиеттерін төмендетуі мүмкін. Сонымен қатар, есту қоздырғыштарының бірсарындылығы көрмейтін балаларды шаршатады және алаңғасырлыққа әкеледі. Зейін белгілі бір психикалық процеспен, қандайда бір талдағыштың қызметімен байланысты емес және іс-әрекетте қалыптастырылады. Көрмейтін және нашар көретін балалармен уақытында және тұрақты түзету жұмысы жүргізілсе, оларға қоршаған ортада қажетті бағдарлауды қамтамасыз ететін қажетті түсініктер қоры қалыптасады. Әлеуметтік қарым-қатынастардың бұзылуы көрмейтін бала тұлғасының қалыптасуында ауытқуларға алып келеді және жағымсыз мінез-құлық ерекшеліктерінің пайда болуына әкелуі мүмкін. Оларға қажеттіліктерді қанағаттандыру қиындығымен байланысты балалардағы өзгерістер динамикасы, сезімдік көріністің шектелуіне байланысты қызығушылықтар қатарының азаюы, көру арқылы қадағалауды талап ететін әрекет түрлеріне қабілетінің төмендеуі, ішкі жағдайлардың сыртқы көрінісінің болмауы немесе бірден шектелуі жатады. Әрине, көру қабілетінің бұзылысы
тұлғаның негізгі қасиеттерінің дамуына қосалқы әсер етеді. Ал негізгі роль әлеуметтік факторларға, яғни әрекеттің шектелуі, қалыпты көретіндермен сөйлесудің жағымсыз тәжірибесі және тағы сондай сияқты әрекеттерге тиесілі. Арнайы білім беру жағдайларын жасау, мұнда архитектуралық орта, яғни және арнайы құрал жабдықтардан тұратын материалды техникалық базаны құрудан басталады. Берілген топтың білім алушыларына жалпы және көру арқылы жұмысқа қабілетінің төмендеуі, табыстылығы көру қызметінің жағдайымен анықталатын заттық практикалық әрекеттердің баяу қалыптасуы, өлшеу дағдыларын меңгеруде көру моторлы координация мен көру кеңістік талдау және жинақтауға байланысты тапсырмаларды орындауда қиындықтар туындауы, көру қызметінің төмендеуі және әртүрлі клиникалық көріністеріне байланысты ғана емес, сондай-ақ көру арқылы қабылдау мен психомоторлық құрылымдардың жеткіліксіз дамуының салдарынан сезімдік тәжірибенің кедейлігі, қозғалыстық белсенділіктің төмендігі және дене дамуының өзіндік ерекшеліктері, яғни қозғалыстардың үйлесімі, нақтылығы, көлемінің бұзылысы, көз, бас, дене, қол және тағы басқа да қозғалысы байланысының бұзылуы болып табылады. Сондай-ақ сөйлеу тілінің өзіндік ерекшелігі, тілдік, яғни фонематикалық құрам, сөздік қор, грамматикалық құрылым және тілдік емес, яғни мимика, пантомимика, интонация, қарым-қатынас құралдарын меңгерудегі коммуникациялық әрекетті, яғни қарым-қатынас құралдарын қабылдау және оны өңдеу әрекеттерін жүзеге асыруда белгілі бір қиындықтардың болуы. Көру арқылы қабылдаудың жылдамдығы мен нақтылығының төмендеуі, көру бейнелерінің қалыптасу баяулығы, көру арқылы қабылдау қасиеттерінің қатарының қысқаруы және әлсіреуі, ойлау операцияларын іске асырудағы және зейіннің негізгі қасиеттерін дамытудағы қиындықтар ретінде көрінетін танымдық процестердің құрылуы мен барысының ерекшеліктері тән. Материалдық техникалық қамтамасыз етуде бұл білім беру ұйымы құрылыстық ережелер мен нормаларға, санитарлық және гигиеналық нормаларға, өрт қауіпсіздігі нормаларына сәйкес болып, көрмейтін және нашар көретіндер үшін жабдықталуы керек. Мұнда баспалдақтың төменгі және жоғарғы сатысын қанық түспен бояу, баспалдақты, табалдырықты, жиектерді, маңайдағы аумақтың шығыңқы жерлері талаптарға сәйкес белгіленуі керек. Баспалдақтардың екі жағынан тегіс сүйеніштер болу керек. Маңайдағы, аумақтағы және дәліздерді бағдар беретін рельефті қанық бояулы төсем салу. Дәліздегі баспалдақтарды, дәліздерді, қабырғалар мен есіктерді бағдарлармен жабдықтау ұсынылады. Сондай-ақ баспалдақтың бірінші және соңғы сатысы басқалардан фактурасы мен түсі қанықтығы бойынша ерекшеленуі керек. Баспалдақтың екі жағында тұтқалар барлық қабат аумағында құрылып, есік жақтауына 30-40 см жетпей аяқталады. Енді екінші бір жағдай, мұнда түсті көрсеткіштердің берілуі. Яғни, егер ғимаратқа кіретін есіктер шыныдан жасалса, оларды белгілі бір биіктікте ені 400 метр болатын екі көлденең жолақпен белгілейді. Жоғарғы жолақ қызыл түсті, төменгісі сары түсті. Сары жолақ еденнен 500 мм биіктікте болуы керек. Екінші көрсеткіш бұл жарық көрсеткіштері. Мұнда ғимаратқа кіруді белгілеу үшін бағдар ретінде жанып өшетін шам қолданылуы мүмкін. Бірақ жарықтың сәулесі көзге қоздыратын әсердің алдын алу үшін тікелей емес, міндетті түрде шағылып түсуі керек. Қажетті арнайы құрал жабдықтар қатарында нашар көретін балалардың оқу танымдық әрекетін жеңілдететін арнайы тифлотехникалық және оптикалық құралдарды қолдануға болады. Бұлардың қатарында оптикалық түзетудің жеке құралдары, электронды үлкейткіш әйнек, қашықтықты үлкейткіш әйнек,
қалталы әртүрлі еселік үлкейткіштер және басқа да құралдар болуы мүмкін. Қосымша дидактикалық материалдар қатарында сабақта табиғи заттарды қолдану үшін оларды таңдауда белгілі бір ережелерді сақтау қажеттілігі айқындалады. Мәселен, көру және сипап сезу арқылы зерттеу үшін заттар ыңғайлы болу керек. Заттардың пішіні дәстүрлі, тез танылатын және негізгі бөліктері айқын білінетін болуы керек. Сондай-ақ заттар ашық түсті, негізгі бөліктері түспен белгіленуі керек. Үйлестірмелі иллюстративті материалды әзірлеуде әрбір баланың көру қабілетінің бұзылыстарын және оған ұсынылған көру жүктемесін ескерген жөн. Балаларға слайд, кино мен бейне материалдар таңдауда да оқушылардың көріп қабылдауына ыңғайлы, зат пен құбылыс туралы дұрыс түсінік алуға мүмкіндік беру тұрғысынан қарау керек. Графикалық көрнекіліктерде қолданылатын шартты суреттер бейнеленген заттардың негізгі мазмұнын, сипаты мен қасиеттерін көрсететіндей өте қарапайым әрі нақты болып, яғни тез танылуы керек. Көру қабілеті бұзылған балаларға білім беру процесін ұйымдастыру бойынша мынандай әдістемелік ұсынымдар беріледі. Баланың көру жағдайы туралы офтальмолог дәрігердің қорытындысымен танысу керек. Егер көзілдірікті үнемі тағу жазылса, баланың сол талапты орындауын қадағалау керек. Баламен терезенің маңында жарыққа қарама-қарсы тұрып сөйлесу ұсынылмайды. Педагогке көру қабілеті бұзылған бала жақсы қабылдайтын ашық түсті киім кию ұсынылады. Көру қабілеті бұзылған балалардың жұмыс қарқыны баяу болғандықтан, оларға тапсырма орындауға көбірек уақыт берген жөн. Трафаретпен сурет салу, штрихтау, микрокеңістікте бағдарлау дағдыларын дамытуға бағытталған жұмыстар жүргізу ұсынылады. Әрекет түрлерін алмастыруда көздің шаршауын басу үшін жаттығуларды қолдану, көзге тынығу болып табылатын динамикалық үзілістерді оқу тәрбие жұмысына қосу ұсынылады. Көрнекі және үйлестірмелі материал үлкейтілген, түсі мен бейнесі бойынша жақсы танылатындай болу керек. Көру қабілеті бұзылған балаларға көру арқылы қабылдау, есте сақтау, тапсырманы түсіну, қайта қарау үшін көбірек уақыт қажет болғандықтан, объектпен таныстыру барысында сабақтың қарқынын төмендету ұсынылады. Көру қабілеті бұзылған балалардың біртіндеп көріп қабылдауы басым болғандықтан, материалды түсіну уақыты кемінде 2 есе ұзартылады. Сондықтан сабақты жоспарлауда осы ерекшелікті ескерген жөн. Көру қабілеті бұзылған балаларда көбіне қозғалыс үйлестіруінің қиындықтары, тапсырманы орындауда көз бен қолдың қозғалыстарының келісімділігі бұзылады. Сондықтан графикалық тапсырмаларды орындауда дәлдік пен сапасы емес, оның дұрыстығы бағалануы керек. Көру қабілеті бұзылған балаға сабақ барысында көрсетілген материалды келіп қарауға мүмкіндік берілуі керек. Суреттер үлкейтіліп беріледі. Сондай-ақ бала сабақта кім сөйлеп жатқанын түсіну үшін әрбір оқушының атын атау ұсынылады. Көру қабілеті бұзылған балалардың, яғни білім алушылар үшін жиынтық жұмыстарын жүргізу тәртібін ұйымдастыру бойынша төмендегіндей ұсынымдар жасалады. Көру қабілеті бұзылған білім алушылар үшін жиынтық жұмыстары арнайы сараланып әзірленген тапсырмаларды қолдану арқылы жүргізіледі. Жиынтық жұмыстарының тапсырмалары, бағалау критерийлері және дескрипторлары мұғалім психологиялық, педагогикалық қолдау маманымен бірге әзірлейді. Көру қабілеті бұзылған білім алушының жеке қажеттіліктерін ескере отырып, жиынтық жұмыстарының тапсыру уақытын ұзартуға болады. Жиынтық жұмысты жүргізу барысында